еще победим, нормально все. Ассалаумалейкум достар, Мәке спорт YouTube арнасына қош келдіңіздер. Қазақстан премьер-лигасы аясында 17-ші тур ойындары. Біз бүгін қонақта Ақтаулық Каспийге қарсы Қызылорда аренада ойнаймыз. Бүгінгі ойын қызықты болады, білесіздер. Ордабасы командасы ең соңғы рет осы алаңда жеңіліс тапқан, кубоктың финалында тобылға ұтылған жайымыз бар. Енді бүгін сол есені Каспийден қайтару керек. Ендеше кеттік достар. Алаңы жасанды демесеңіз, тәп-тәуір жап-жаңа стадион, арена. Ордабасы командасы ойын алды, дене қыздыру жаттығуын бастап кетті. Негізгі құрам ойыншылары мінекей алдарыңызда жаттығу өткізіп отыр. Байқап тұрған боласыздар, мінекей Қайсар командасының эмблемасы. Дәл қазір төреші ойынның басталуына пәрмен берді. Осылайша Каспий Ордабасы ойыны басталды. Ақтаулық Каспийді Қызылорданың жанкүйерлері тәп-тәуір қолдап отыр. Мінекей батыс трибунасы меніңше толған. Бүгін жаңағы стадионға кіру тегін. Бәрі мынау Каспийді қолдап, жаңа қорғап, Каспийді айқайлап отырған жайы бар. Ордабасы командасы келгеннен кейін ба мүмкін бүгін жанкүйерлердің парасы көп. Және киламалар, жоқ, нател екен. Жоқ. Гол! Жоқ, қақпаның сыртынан кеткен екен. Көзді алдапты. Қызылордада Бақытжан Көкбаев ағамызды кездестірдік. Каспий Ордабасы ойында арнайы Шымкенттен келіпті. Бәке, бүгінгі ойынға жалпы ойыңыз қалай? Енді бұл жерде аутсайдер мен лидер екеуі ойнап жатыр ғой. Сондықтан Ордабасы міндетті түрде ұту керек. Бірақ жақында ғана ойнағаннан кейін өткенде өздеріңізде көріп бастап тренерлердің қайта-қайта айтуы. Бір командамен жақын арада қайта-қайта ойнау өте қиын деп. Каспий өткенде көрдіңіздер ғой, Жетісуда, кімде Ұлытауда Ордабасыға екінші ойында қатты қарсылық білдірді. Тура сол сияқты Каспийде бүгін Ордабасының барлық тактикасы, стратегиясын жаттап келіп отырды. Сондықтан оңай болмайды ойын. Каспийде былай сызып тастауға болмайды. Өткенде соңғы ойынды көрдіңіздер, Атырауды қалай ұтып тастаған. Ойын қиын болады, бірақ жеңу керек Ордабасы. Жасанды алаң Ордабасыға кедергі келтіре ма? Енді өткен жылы кубоктың финалында ойнаған кезде Ордабасының көңілі онша болмады ғой. Өйткені біз әлемдегі ең жоғары сапалы стадионда алаңда ойнап үйреніп қалған жігіттер, әрине бұны жасанды алаң қиындау болады. Алтаймен де осы жасанды алаң кедергі жасаған болатын білсеңіздер. Бүгін жеңеміз ғой. Алла бұйырса, әрине тек қана жеңіске болмайды. Әйтпесе Англия мен Парагвай нені көріп жатпаймын ба? Үйде деңіз. Үйде, Норвегияның. Рахмет. Ордабасыға келіп отырмыз ғой. Жақсы әке. Ойынның 15 минуты артта қалды. Ордабасы командасы мынау алаңға бой үйретіп жатыр. Кезекті Каспийдің шабуылы. Осылайша Ордабасы командасы өз қақпасына гол өткізіп алды. Мынау енді жасанды алаң кедергісін келтіріп жатыр ма? Әзірге Ордабасының бір қауіпті шабуылы болмай жатыр. Әлем чемпионатынан біз қалысып жатқан жоқпыз. Бірінші таймға 5 минут қосымша уақыт белгіледі төреші Қазы. Бәке, әзірше есеп 1-1, екінші тайм енді басталайын деп тұр. Не күтесіз ойыннан? Баршаңызға сәлем. Туған жеріме келдім. Я, кто не знает, Кызылординский. Туған ауылым Қыраш. Так, на всякий случай. Так что, заходите. Вот, жұлдызы. Ассаламалейкум, баршаңызға. Красавчик. Но сегодня пропустили со стандарта. Игра в целом есть. Я думаю, что забьем еще пару голов, да? Я думаю, счет должен быть 3-1. 3-1. Все, Кейта выйдет сейчас. Рахмет. Елімізге белгілі футбол сарапшысы Қазбек Тайландты бүгін Қызылорда аренада кездестіріп қалдым. Қазеке, мынау Ордабасы командасы биыл чемпиондыққа үміткер. Жалпы Ордабасы жайлы ойыңыз қалай? Я биыл Ордабасы клубы өте қатты дамып жатыр. Бұл тек қана жаңағы
турнирлік кесте жөнінде емес, жан-жақты дамып жатыр, көріп жатырық, жақсы көңіл бөлініп жатыр. Ойыны керемет. Биылғы чемпионаттың фавориттерінің ең басты команда осы Ордабасы деп ойлаймын, және чемпиондықта қайратқа қарағанда турнирлік кесте болсын, календарь болсын, барлық жағынан ұтымды тұрған команда деп білемін. Қазіргі мынау жаңағы Каспий Ордабасы ойынын бақылап отырсыз. Жалпы бүгінгі ойын жайлы ойыңыз қалай? Бүгін Каспий көрініп тұр, қатты дайындалғаны Ордабасыға кез келген мүмкіндіктерді жаңа голға айналдыруға тырысып жатыр. Кез келген команда Ордабасыға қарсы менің ойымша тыңғылықты дайындалады, өйткені білеміз футболда фавориттерге қарсы барлығы өзін көрсеткісі келеді. Және бүгінгі ойын қызықты өтіп жатыр. Бірінші таймның өзінде 2 гол көрдік. Осыған дейінгі матчтарда гол болған жоқ. Бір голдан бітті, болды. Бүгінгі ойында уже бірінші таймның өзінде 2 гол көрдік. Меніңше әлі де голдар болады. Бірақ Ордабасы фаворит деп ойлаймын енді бүгінгі ойын. Алаңға Капацинаның орнына дәл қазір Кейта алаңға шықты. Жоқ, Амановичтің орнына Кейта шықты, және Капацина Вакулкаға орнын ауыстырып берді. Екінші таймның басталуына дәл қазір Қазы пәрмен берді. Осылайша Каспий Ордабасы ойынын екінші таймы да басталып кетті. Ордабасы командасынан жеңісті голын күтеміз, голдарын күтеміз болмаса. Өкінішке орай Ордабасы командасы екінші тайм бастала сала тағы да гол жіберіп алдық. Көз тиді ма, сөз тиді ма, әйтеуір Ордабасының бүгін жолы болар емес. 2 гол жіберіп алдық аутсайдер деген командадан. Кейтаның жағы сынды ма, бас сынды ма, немесе мұрны сынды ма, белгісіз. Ағайындылар. Вагнада доп. Ой. Соққы болған, бірақ әмір кішкене допқа үлгермей қалды. Гол! Есепті таразы басын теңестірген біздің сұрапыл шабуылшымыз Берн Йонсон дәл қазір ойынның 67 минутында таразы басын теңестірді. Ордабасылықтар енді тездетіп алға шығу керек. Бүгінгі ойында бір емес 2 мәрте қуалап жеттік, енді алға шығатын кезек келді. Ордабасылықтардың таразы басын теңестірген екінші голын дәл қазір бардағы төрешілер есепке алмай тастады. Не болғаны белгісіз, кейін қайталаудан көре жатармыз. Тамақ жібітіп алу үзілісі, мынау әлем біріншілігіндегідей енді мынау күн ыстық, мына Қызылордада соны ескерген қазылар кішкене тамақ жібітіп алуға мүмкіндік берді. Дәл қазір Мартин ойыншыларға өз нұсқамасын беріп үлгерді деп ойлаймын. Тез ес жию керек Ордабасы командасына. Бәке, мынау дәл қазір 3-ші голды жіберіп алды. 3-ші голды. Не баға бересіз ойынға? Ойын жақсы, өте тартысты болып жатыр. Ордабасы үлгермей жатыр. Өзінің баяғыдан үйреніп қалған барселоналық стилін ауыстырамын деп Ордабасы ойынның сәнін жоғалтып алды да, және сапасы аз төмендеп қалды. Оның үстіне мойындау керек, Ордабасының құрамында бірнеше ойыншылар бар, Асан сияқты. Олар жылдамдық жағынан явный Каспийге үлгермей жатыр. Аутсайдерға мынандай 3-1 деп ұтылу бұл масқара. Бұл енді ертегінің аяқталғаны ма? Жоқ, бұдан қайта жақсы болды. Осы өйткені соңғы ойындардың бәрін Ордабасы өте сұрықсыз тек қана шотқа ойнап келе жатқан тұғын. Ұлытаумен 2 ойында бәрі де тек қана шотқа ойнап келе жатқан. Бұл бір мұздай су құйғандай болды ғой. Ояну керек қой. Тем более осы Алтай, Каспий сияқты аутсайдерлерден ұтылу керек болған. Сол кезде оянады. Ордабасы командасында кімді атап өтесіз жақсы ойнап жатқанын? Мен айттым ғой, өзінің құнына, бағасына арзитын 3 ойыншы бар. Ол Килама, Абагна және Берн Йонсон ба? Бағасына арзитын да. Әмір өкінішке орай өзінің ашық ойынын көрсете алмай жатыр.
Енді ойынның Жұлдыз ұстады ма, бітуіне шаршады ма түсініксіз. бір, Я болса әмірге ойнамай жатыр ма паспен. 5-6 минут уақыт қалыпты, енді теңестіреді деп ойлайсыз ба? Бәрі мүмкін, бұл футбол ғой. Бұл жерде Кешегі тек қана- жаңағы Аргентинаның істеген неге Әрине. біздің ордабасы емеске, иә? Иә. Иә, достар, күтеміз ордабасыдан ойынның аяқталуына 5 минуттай жаңағы уақыт қалды. Әзірге есеп өкінішке орай 3-1. Шымкенттен келген жанкүйерлердің еңсесі түсіп кеткен, себебі мінекей таблода көріп тұрғандарыңыздай 90 минут өтіп жатыр. Есеп әзірге көңіл көншітпейтіні анық. Осылайша Ордабасы командасы қатарынан 8 рет жеңістен кейін бүгін бір алғашқы мәрте жеңілістің дәмін татқалы тұр. Иә, Қайсар арена бізге әзірге қасірет әкеп атқан жайы бар. Былтырғы тобылдан жеңілдік деп айттым, биыл міне Каспийден жеңіліп атқан жайымыз бар. Ордабасы командасы 90 минут түгесілі сәтте шабуылдап жатыр. Гол! Иә. Әлі де уақыт бар. Команда ақтаулық болса да қызылордалық жанкүйерлер қолпаштап отырды. Ойын бойы мінекей байқаған боларсыздар. Иә, өздерінің жаңағы жергілікті командасы жеңгендей қуанып жатқан жайы бар. Өкінішке орай Қайсар арена бізге бір жаңағы былайша айтқанда қасірет әкелетін арена болды. Алғашқы жеңілісінде дәмін таттық. Осылайша Ордабасы командасы дәл қазір Қайсар деп ғой, Каспийге есе жіберді. Есеп 3-2. Бұл да бір Ордабасыға бір сабақ болған шығар. Енді келешекте ойындарға жақсылап тыңғылықты дайындалу керек.